Сәлем достар, менің жаңа сериалыма қош келдіңіз. Бұл сериалдың аты «Қаладағы өмір» деп аталады. Сіздерге сразу айта кетейін, бұл ауылдағы өмірге кішкене ұқсамайды. Бұл сериал енді одан да қызықты болады. Бұл қыздың есімі Әсем. Бұл бізде басты кейіпкер болады. Сериал басталмай тұрып маған тіркеліп лайк басыңыз, ал енді сериалымызды бастаймыз. Қызым, Әсем, кеттік үйге. Не болды? Жүр, тамақ ішеміз. Жарайды. Шаршаған шығарсың әбден. Қарның ашты ма? Я, ашты. Әй, қызым, кел. Достар, сіздер сұрауларыңыз мүмкін, ата-анасы қайда деп. Олар басқа қалада жұмыс жасайды. Анда-санда балаларына келіп тұрады. Ал мына қыз кім деп тұрсаңыздар, бұл Әсемнің туған сіңлісі. Оның есімі Әсел, ал әпкесінің есімі Әсем. Бұлар енді кішкентай кездерінен бастап уже ата-әжесінің қолында өскен. Ал енді сериалымызды жалғастырайық. Қызым, Әсем, сенің қаладағы оқуың не болды, баратын болдың ба? Грантқа түсіп едің ғой? Я, грантқа түскенмін. Енді жақында университеттен шақырту алсам, сол жерге барам сразу. Сенің қалаға кететініне әлі сене алмайым. Әже, неге жылап жатсыз? Жыламаңыз. Әй, мына кемпір қуып бастапты ғой. Қайта қуанбайсың ба, қалаға барады ғой. Жақсы оқу оқиды, жұмысқа тұрады. Қашанға ауылда жүре береді. Енді қалаға барып кішкене дамысын. Әже, жыламасаңызшы, жаныңызда мен болам ғой зато. Әй, жендерім, әйтеуір аман болыңдаршы. Әй, тамақтан жеңдер суып қалмасын. Сонымен 1-2 күннен кейін Әсемге шақырту қағаз келеді. Әрине университеттен. Сонымен әрине маған қоштасуға тура келді. Ой, жан, сол саған құрт, май бәрін салып қойдым, сен аш жүрмесін деп. Рахмет, әже. Әсем, абай болып жүр, анау қалада. Анда ұры, анау көп қой. Ақша керек болса, анау немене еді? Телефон. Телефонмен хабарласып жарай ма? Жарайды, әрине. Жарайды, әпке, мен сізді қатты сағынатын боламын. Мен де сіздерді жақсы көрем, әрі сағынамын. Бірақ та маған қазір тез кету керек. Таксистім күтіп тұр. Жарайды, айналайын, жолым болсын. Жолым болсын, айналайын. Жарайды, сау болыңыздар. Әрине, мен біраз жылап алдым. Қазір мен қалаға бара жатырмын. Машинаның ішіндемін. Мен негізінде қалаға кішкентай кезімде барғанмын. Одан соң мен тек қана ауылда болдым. Қалаға бармағалы өте көп болды. Ендігі менің қаладағы өмірім қалай болады екен? Мен әйтеуір іздеп әйтеуір бір арзан квартира тауып алдым. Негізінде осының алдында 2-3 квартираға кіріп шықтым. Әрине олардың дұрыс емес болды. То бағасы қымбат, то бір нәрсесі дұрыс емес. Енді мынау соңғы попыткам болсын деп тілеймін. Жарайды, енді мен кірейін. Сәлеметсіз бе? О, сәлеметсің бе? Сен квартира жөнінде келіп тұрған қыз емессің ба? Я, солмын. Ал енді мына квартираны көріп ал, ұнап тұр ма саған? Енді кішкене шаң болып тұр енді. Енді оны өзің сүртіп аласың ғой, сол үшін бағасын арзан қылып қойдың. Я, әрине өзім сүртіп аламын. 40 000 теңге, жаңағы айтқандай. Мына жерде суы бәрі ағып тұр. Светі дегенде мына бөлмеде тек мына ғана свет бар, басқа свет жоқ. Мына жерде енді холодильнигі кішкене ескілеу енді. Енді сол үшін арзан ғой, 40 000 теңге. Мына жерде енді төсегің бар, мынақта тумбочка, мынақа заттар сап қойсам болады, мынақта столың. Тағы да комната бар, мына жерде ванна бар. Міне сенің ваннаң. Мына енді кішкене ескілеу, бірақ та енді бағасынан келеді. Мына жерде светі бар, бір лампочка свет бар. Маған қатты ұнап тұр мына үй, мен осы үйді алатын шығармын. Әрине, бірақ та бір шартым бар. Біріншіден, достарыңды анау-мынау бәрін бұл үйге шақырма. Көрсем, сразу қуып жіберемін. Жарайды, әрине. Содан соң мына үйді кішкене тазалап ұста. Әрине, тазалап ұстаймын, мен тазалықты жақсы көремін. Жарайды, мына жерге жүр. Сонымен үй ұнады ма, аласың ба? Я, әрине аламын, міне 40 000. Жақсы, қазір кілтті берем. Міне мынау үйдің кілті. Енді саған аманат етіп тапсырамын. Жақсылап ұста енді. Жарайды, енді мен кеттім. Мәссаған, маған қатты ұнап тұр мына үй. 40 000 теңге, бұл өте күшті ғой. Бірақ та маған мына үйге уборка жасау керек. Шаршап кеттім. Мына жерде өрмекшінің торы ма, анау бір жыл тұрған үй ма?
құрсын мына үйге уборка жасайын. Әсем үйге келе сала үйіне уборка жасап кетті. Істеп біттім-ау. Мәссаған, менің қарным ашып кетті. Жарайды, тамақ істеуім керек. Мына жерде өзі не бар жейтін? Айтпақшы, бұл үйде ештеңе жоқ қой. Ештеңе жоқ екен. Онда мен барып магазинге барып келейін. Әсем магазинге кетті. Өлә, мына бала не істеп тастаған шашын? Жасылға бояп тастаған ба? Үстіне не киіп алған? Құдай сақтасын. Өлә, мына жақтағы адамдар бір түрлі екен. Мынаның көзі жоқ қой, қалай көріп тұр? Көзін жауып тастаған ба? Құдай сақтасын. Мынау не істеп отыр? Сақалына гүлдер жабыстырып апты ғой. Мыналар точно қуады екен. Мә, не болды? Сонша қарады ғой бәрі маған. Так, не алайын? Нан алайын, главное. 2 нан жетеді маған. Немене бәле мынау? Бір нәрсе ғой деймін. Қаладан жейтін адамдар жейтін нәрсе. Осы макаронды алайын. Тағы не бар екен? Сүт бар екен ғой. Ой, мына жерде сүт жоқ екен десем. Жұмыртқа алайын. Мына жерден. Мынандай ет алайын. Бұл да осылай жетеді. Мә, адамдар бір түрлі екен. Сен емес пе, мен осыларды алайын деп едім. Әкеліңіз. Так, общий барлығы 4700 теңге. Мәссаған. Бағалары қымбат екен. Жарайды, рахмет. Мә, ужас, мыналардың бағалары қымбат қой. Мынаның бәрі 4700 теңге болса, менде 10.000 теңге ғана қалды. Шынымен де қалада күн көру өте қиын екен. Ауылда мынаның бәрі 1000 теңге ғана шығады ғой. Мен бұлай қарасам, мен мынақта күн көруім қиын. Сол үшін бір жұмысқа тұрып алуым керек. Жарайды, менің қарным ашып кетті, тез бір нәрсе жеп алайын. Мә, саған осынша аз ғана продукты ма? Мә, осының бәрі 4000 теңге. Жарайды, онда макарон жасайын. Стоп, менде қазан жоқ қой. Не сковородка да жоқ. Мен онда мұнан не үшін алдым? Мүмкін үстіңгі этаждан сұрап көрермін. Жарайды, сұрап көрейін. Жақсы адамдар болса беретін шығар. Мә, жақсы болды ғой, берді. Так. Етті қорайын. Болды, ертең міндетті түрде мен андай ыдыстар алуым керек екен. Айтпақшы, менде әжем берген құрты бар еді ғой. Мәссаған, әжем маған айтпай кружка салып қойыпты. Құрт салып қойыпты. Жарайды, кружка салған жақсы болды. Енді мен су ішейін әлде сүт ішейін ба? Сүт ішейін. Қойсайын. Жарайды, болды. Қарым ашып кетті ғой мен. Дәмсін-ай. Все, маған ертең ерте тұрып, сумка, анау-мынау керек заттарымды алу керек. Одан соң мен университетке баруым керек. Қазір мынаны жинастырып ұйықтайын. Достар, сіздерге ұнаса міндетті түрде лайк басыңыз, маған тіркеліңіз. Мен әрине оны күтетін боламын. Және де видеом соңына жетті. Сау болыңыздар.